Армысыздар. Бала тәрбиесіндегі алғашқы ұстаз ол ата-анасы деген тақырыпта бейне жазба ұсынамыз. Әрине, бала тәрбиесіндегі ең үлкен маңызды рөлді ата-анасы атқаратыны сөзсіз. Қазақта ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің деген сөз бар ғой. Ал біздің отбасымызда 3 перзентіміз бар, ол қыз балалар. Ер азамат түзін адам болғандықтан әкеміз көбіне жұмыста, іс-сапарда жүреді. Сондықтан бала тәрбиесі апасы және анасы менің құзырымдағы дүние. Жалпы бала тәрбиесі дегеніміз не? Ол біріншіден тәртіп, еңбекке баулу, бойына махаббат пен мейірімділікті құю, ол қоршаған ортаны қастерлеу, үлкен адамдарды сыйлау. Ең бірінші, менің ойымша, баланы емес, ата-ана өзін тәрбиелеу керек. Мысалы, мен қыз бала отбасымда өсіп келе жатқаннан кейін, біріншіден өзімді тәрбиелеймін. Ол сөйлеу мәдениеті, жүріс-тұрысын, өз-өзіңді ұстау, өйткені қыздарым маған қарап бой түзері сөзсіз. Бүгін сіздерге біз ас мәзірін назарларыңызға ұсынамыз. Енді ас үйге қарай кетейік. Маған Гүлтен Нұрай әдетте ас үйде қолғабыс етеді. Міне, Гүлтен, сен бүгін не туралы айтсың? Әр тамақтың мен пайдасын қыздарға айтып отырам. Бұл дұрыс тамақтануға кейін әдет болып қалыптасады. Мысалы, қызанақ несімен пайдалы? Гүлтен, айтамыз? Қызанақта А, В, С витаминдері бар. Бұл дәрумендер бізге не үшін қажет? Олар асқазанға, мысалы пайдалы? асқазанға және көзге жақсы әсер етеді. Қызанақ жесек көзге жақсы әсер етеді. Сосын жалпы ағзаны не істейді? Қызанақ қуаттандырады. Жақсы тұрайды, қызым. Ал Нұрай, бізде не істеп жатыр Нұрай? Ірімшікті үгіткіштен өткізіп жатыр. Ірімшік бізге несімен пайдалы Нұрай? Ода кальций бар. Кальций бар, дұрыс. Кальций бізге не үшін қажет? Сүйегімізді жақсарту үшін. Мықты болады, сүйегімізді. Және тісімізді әдемі етеді. Әпкелердің тамағы дайын болғанша, біз Кәусар екеуміз осындай гүл теріп алдық. Қыз балаларды эстетикалық сұлулыққа үйрету де өзінше бір тәрбие деп есептеймін. Апамыздың отырғызған гүлін теріп келдік. Дастарханға осындай әдемі гүл қойса, отбасының көңіл хошы ашыла түсері сөзсіз. Міне қыздар дайындаған пицца да дайын болды. Кәусар, апанды тамаққа шақыр. Біздің отбасымыздың тағы бір қағидасы міндетті түрде дәм алмас бұрын асқа бата беру. Апасы, сізден бастайық. Мен бұл жолы басаны менің баланың тілегі орындалады дейді. Мен қыздарым бата берсе деймін. Бөтеден бастасын, Кәусардан аяқтасын. Ақ бітім бақ болсын, ақырдың бақ қонсын. Мың бір атты пәледен сақтасын, 100 бір атты қыздан сақтасын. Тілінің тілінен сақтасын, көзінің көзінен сақтасын. Өсек аян пәле жуадан сақтасын. Өліге иман, тілге береке берсін, не берсе қайырмен берсін. Амин. Сындағы лақ орындасын, дерсте басын жолдасын, атамыз бізді батпасын, жан айына бақынсын, достар ханның мол болсын, қадар сөнде жол болсын, пәле жолға жеттесін, сенен байлық кетпесін, мен бәрінің бата қабылетсін. Амин. Амин. Кәусар да өз тілінде осылай тілек айтады. Астарың дәмді болсын, астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі біздің
кішігірім бейне жазбамыз осымен аяқталады. Әр отбасыда бақ береке тілейміз. Есен сау болыңыздар.